Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет, ешқандай зияны жоқ гхи майын дайындаймыз. Тағамға қолдануға да немесе нанға жағып жеуге де өте жақсы. Қазіргі таңда нутрициологтар тек осындай майларды қолдануға кеңес береді. Сол себепті жасалу жолын сіздермен бөлісейін деп жатырмын. Менде осындай қолдың таза сары майы бар, және де дүкеннің де сары майлары бар. Тұрып қалған, холодильникте желінбей қалған барлығын алып, қазанға салып, жақсылап ерігенше қатты отта қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін осы көбігін алып тастап отырсаңыздар болады. Кейбіреуі алмайды екен, астына тұнып қалып кетеді деп алмайтындар да болады. Біз енді алуды жөн көрдік. Кішкене шыққан көбіктерін алып тастап отырдық. Осылай еріп, жақсылап барлығы толығымен қайнап, бір қайнағаннан кейін астын жай отта тағы да бір мынау біздің сары майларымыз тұп-тұнық болғанша қайната береміз. Астына өзі бүкіл жаңағы зиянды заттар, қажет емес дүниелері астына өзі тұнып қалады екен. Бетіндегі бізге қажетті гхи майын ғана құйып алып аламыз. Енді қайнағаннан кейін міне жай бәсеңдетеміз отты. Қарасаңыздар, сары майдың түсі уже сарғайып, тап-таза болып тазарып жатыр да. Тазарғаннан кейін мінекей толығымен осылай өзіміз қалаған ыдыстарымызға сүзіп суытып құйып аламыз. Мен пластик ыдысқа құйдым. Негізі пластикқа құюға кеңес бермеймін. Стекло, сондай банкасыға құйып қойған өте жақсы. Міндетті түрде жасап қойыңыздар. Осылайнан негізі сатып алатын болсаңыздар, өте қымбат қой гхи майлары. Өзіңіз осылай жасап қойсаңыздар болады. Осылай түбінде қалады екен өз қажет емес дүниелердің барлығы. Сіздермен бірге болған Оспан Диана. Ұнаса каналға лайк басып, тіркеліп, жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.